Алматыда қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов армия орталық спорт клубының жеке құрамымен және дене шынықтыру мен спортты ұйымдастыру мамандарымен кездесті. Аталмыш шара Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институтында өтті. Қорғаныс ведомствосының басшысы армия орталық спорт клубы спорт шеберлерінің ордасы екенін атап өтті. Биылғы жылы әскер спортшылары елімізді әлемге әйгілі етті. Парижде өткен олимпиададағы 7 медальдің 4-еуін қарулы күштердің өкілдері еншілеген болатын. Кездесу соңында қорғаныс министрі армия орталық спорт клубының спортшыларын, команда бастықтарын, жаттықтырушылар мен спорт ротасының әскери қызметшілерін марапаттады. Елордадағы қарулы күштердің ұлттық әскери патриоттық орталығында қорғаныс министрлігінің әскери дипломаттарға арналған қорытынды брифингі өтті. Іс-шараға Қазақстанда аккредиттелген әскери дипломатиялық корпустың, қорғаныс, өнеркәсіп және құрылыс министрліктерінің өкілдері қатысты. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Шайхасан Жазықбаев өз елдерінің атынан өкілдік етіп, қарулы күштер арасындағы екіжақты қатынасты нығайтуға үлес қосып жүрген әскери атташелерге алғысын білдірді. Бұдан өзге ол қазақстандық әскери қызметшілердің бітімгерлік операцияларға қатысу ауқымы кеңейгенін атап өтті. Әскери дипломаттар қазақстандық тарапқа сенім мен өзара тиімді әріптестікке негізделген жемісті ынтымақтастығы үшін алғыс айтып, одан әрі тиімді өзара іс-қимылға сенім білдірді. Ұлттық қорғаныс университетіне вице-адмирал Али Абдулла Мұхаммед Аль-Шейдидің басшылығымен Оман Сұлтандығының ұлттық қорғаныс колледжінің делегациясы келді. Іс-шараға Оманның Қазақстандағы елшісі Халид Хамед Мұхаммед Мубарак Аль-Ғайлани қатысты. Шетелдік қонақтар оқу процесін ұйымдастырумен, оқу бағдарламаларымен және жоғары оқу орнының материалдық техникалық базасымен танысты. Кездесу соңында тараптар Қазақстан мен Оманның әскери оқу орындары арасындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту туралы келісті. Щучинск қаласында әскери жүктерді тасымалдайтын арнайы вагон таныстырылды. Қарауылға арналған алғашқы қайта жабдықталған вагонды іске қосу Қазақстан Республикасы қарулы күштері ТБ әскери қатынастар бас басқармасының Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы кәсіпорындарымен ынтымақтастығының нәтижесі. Іс-шараны ұйымдастырушылар бұл шараны тәуелсіздік күніне ойластырды. Оған қорғаныс министрлігі басшылығының, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы Қазтеміртранс акционерлік қоғамдарының, Бурабай локомотив вагон жөндеу депосы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдері және Шоқан Уалиханов атындағы әскери колледж кадеттері қатысты. Қазақстан Республикасының ұлттық қорғаныс университеті мен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Әскери жоғары оқу орнының атынан құжатқа генерал-майор Асқар Мұстабеков, агротехникалық университеттен басқарма төрағасы Қанат Тіреуов қол қойды. Келісім ғылыми өзара іс-әрекетті дамытуға, инновациялық шешімдерді енгізуге, бірлескен зерттеу жобалары мен білім беру бағдарламаларын іске асыруға бағытталған. Астанада Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда жас сарбаз шығармашылық студиясының есептік концерті өтті. Мәдени шараға қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштер бас штабының бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов, қарулы күштер, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдар қолбасшылығының өкілдері, ардагерлер, мәдениет қайраткерлері мен ата-аналар қатысты. Концертті ұйымдастырушылар іс-шараны Кеңес одағының батыры, даңқты қолбасшы полковник Бауыржан Момышұлының туғанына 114 жыл толуына орайластырды. Концерттік бағдарламада халыққа кеңінен танымал әндер шырқалып, хореографиялық композициялар орындалды. Ақтау, Алматы, Ақмола, Шымкент және Приозерск гарнизондарында 500-ден астам сарбаз отанға адал болуға ант берді. Ақтаудағы салтанатты рәсімге парламент мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева, әскери қызметшілер, қарулы күштердің, ауған соғысының ардагерлері, сарбаздардың туған туыстары қатысты. Депутат Наталья Дементьева отан алдындағы қасиетті борышын өтеуге келген сарбаздарды және ұлын айтулы күнмен құттықтады. Барлық әскери бөлімдерде қоян-қолтық ұрыстың және қару-жарақ дефилесінің элементтері көрсетілді. Қару-жарақ пен әскери техника үлгілеріне, оқу сыныптарына, казармалар мен асханаларға экскурсия ұйымдастырылды. Ата-аналар ұлдарының қызмет ету шарттарымен танысып, өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарға жауап алды.